31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні осыған орай облыстық архивте тағдыр тоғыстырған атты дөңгелек үстел өтті. Жиынға ғалымдар мен архив қызметінің ардагерлері саяси қуғын-сүргін құрбандарын оңалту мәселелері жөніндегі өңірлік жұмыс комиссиясының мүшелері қатысты. Тар жол тайғақ кешкен қазақ тарихының тақсіретті кезеңдері ащы ақиқат. Сталин репрессиясы кезінде 100 мың қазақ сотталса, 25 мың адам ату жазасына кесілді. Ал Голошөкин ашаршылығы кезінде 4 миллионнан астам халық көз жұмды. Бұл нәубеттен Ертіс-Баян өңірі де аз зардап шеккен жоқ. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын оңалту мәселелері жөніндегі өңірлік комиссияның жұмысы нәтижесінде тың құжаттар табылып жатыр. Осы Павлодар облысында 20-40 жылдың арасында 4 мың адам кеткен. 38 жылдың 5-13 ақпанның аралығында мына барлық жерде комсомолда істейтін жастардың 22 мен 23 жасындағы 15 жастарды бір жұманың ішінде алып тастаған. Міне қарап отырсаңыз, қандай осының бәрінің құжаттары бар. Оны біз бұрын білмей келдік. Не үшін екен? Енді көз алдыңа мысалы елестетсеңіз, олар біздің келешегіміз еді ғой. Сол кездегі 20-30 жастың арасындағы соларға әдейі арнайы үкіммен шығарған сияқты. Біздің елімізде 6-7 көтеріліс болған екен. Мысалы, ол Қаратерек көтерілісі, Ақтұма көтерілісі. Қазақстан тарихының ең қайғылы беттерін ақтарып, шындыққа көз жеткізу ісінде архив қызметкерлерінің де атқарып жатқан жұмыстары аз емес. Мұрағат қызметінің ардагерлері құжаттар жинақтап, зерттеу жүргізген көпжылдық жұмыс тәжірибесіндегі деректермен бөлісті. Уголовные дела по статьям 58-59 58-59 баптар бойынша қылмыстық істер мемлекеттік мұрағатқа сақтауға ешқашан түскен емес. Сондықтан біз осы санаттағы азаматтарға не қажет екенін білу үшін газетке хабарландыру беруіміз сол екен. Жазықсыз жапа шеккен жандар, жазықсыз құрбан болған жандардың ұрпақтары, туыстары көптен келе бастады. 42 жыл бойы архивтегі жұмыс тәжірибемізде бізге осындай кезек болған жоқ. Біз адамдардың тарихын сағаттап тыңдап, оны қорытып, тексеріп, салыстырып, жинақтайтынбыз. Архив, лагерь, түрме, ішкі істер басқармаларына сұраныс жіберіп, мәліметтерді нақтылайтынбыз. Никогда не было к нам очередей. Шара барысында саяси қуғын-сүргін құрбандарының тағдырынан сыр шертетін ұлтын оятқан ұлы тұлғалар атты көрме қойылды. Мұнда алашордалық қайраткерлер туралы баяндайтын бірегей құжаттар бар. Олар Алматы, Семей, Павлодар мұрағаттарынан жиналды. Басым бөлігі көпшілік назарына алғаш рет ұсынылып отыр. Документы рассекречены в 2016 году. Бұл 2016 жылы облыстық прокуратура құпиясына ашқан құжаттар. Бұл біз Алаш партиясы қайраткерлерінің және партияның көзқарастарына жанашырлық танытқан үшін, не осы партия қатыстылығы үшін, не осы партия өкілдерімен байланыс үшін сотталған адамдардың құжаттары. Сочувствие взглядам этой партии, либо за принадлежность к этой партии. Аталған құжаттар әлі зерттелмеген, сондықтан олармен ғалымдардың, студенттердің, тіпті кез келген Қазақстан азаматының жұмыс істеуге мүмкіндігі бар. Гүлсара Маликова, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.